Құрметті студенттер, мен педагогика пәнінің ұстазы Шолпан Орынтайқызы Байнешпін. Қазіргі мынау бірінші тақырып педагогика адам тәрбиесі туралы ғылым деп аталады. Лекцияның жоспары мынадай: бірінші, педагогика пәні және оның міндеттері. Екінші, педагогика адам тәрбиесі туралы ғылым. Үшінші, адам туралы ғылымдар жүйесіндегі педагогика ғылымының алатын орны, оның басты ерекшеліктері. Төртінші, педагогикалық ғылымдар жүйесі және олардың сипаты. Бүгінгі лекциямыздың мазмұны мынадай төмендегідей болады: педагогика тәрбие және білім берудің негіздері туралы пән. Педагогика пәні тәрбие туралы ілім және терминнің шығуы гректің пейдос, бала, аго, жетектеу. Ал сөзбе-сөз мәні пайдагогос, бала жетектеу дегенді білдіреді. Педагогика пәнінің ең басты міндеті адам тәрбиелеу туралы танымдық білім жүйесінде қол жеткен ұстанымды ғылыми тұрғыдан саралап, оның практикалық жолдары туралы бағдар нұсқау. Педагогика пәні тұлғаның дамуын танып, білуді қамтамасыз ететін тәлім-тәрбиелік қарым-қатынасты білуге, меңгеруге, зерттеуге жол ашады. Оқыту мен білім беру өзіне жетілдіріп, өрістетуге бағдар беріп, бұл саладағы тағылымдар мен оның әдіс тәсілдерімен таныстырады. Сондай-ақ осы пән ғылыми зерттеу жұмысының жалпы әдіснамалық негіздері. Әдіснама, әдіс пен теория әрқашан бір-бірімен тығыз байланысты. Методология әдіс туралы ғылым. Методология зерттеу процесі туралы ілім. Осы пәнді меңгеру барысында сіздер осы ғылым саласынан білім алумен қатар ғылыми зерттеу жұмысын жүргізумен де шеберліктеріңізді арттырасыздар. Сондай-ақ осы пәнде теориялық, педагогикалық құбылыстардың кез келген әдіснаманың негізі болады және сол әдістеменің көмегімен табылған фактілер арқасында кеңейеді. Теория таным процесінің нәтижесі, ал әдіснама болса, осы танымға жетумен оны құру тәсілі болып табылады. Бұл теориялық және практикалық ғылыми танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру мен құрастырудың негізі мен тәсілдер жүйесі. Педагогика ғылымындағы бір-бірімен тығыз байланысты педагогикалық жүйенің құрылымдары мыналар: бірінші, оқушылар; екінші, тәлім-тәрбиелік мақсат; үшінші, оқыту; төртінші, тәрбиелік мазмұн; бесінші, дидактикалық процесс; алтыншы, мұғалім. Тәрбие әрбір болашақ ұрпақтың қоғамдағы өз орнын табуы үшін өткен ұрпақтардың жинақтаған әлеуметтік тәжірибесін меңгеруге қызмет етеді. Педагогика қоғамның тәрбиелік қызметін жүзеге асыратын ғылым. Демек, педагогикалық іс-әрекет объективтік шындықтың барлық қырлары педагогиканың объектісі болып табылады. Педагогика пәнінің категориялық құрамы мынадай: тәрбие, педагогикалық процесс, білім беру, оқыту, әлеуметтендіру, тұлға, іс-әрекет, даму, қалыптастыру, тағы сол сияқты жалпы ғылыми ұғымдар кіреді. Олар алдыңғы тарауларда қарастырылады. Педагогика ғылымының байланыстары белгілі бір мәселелер зерттеу барысында басқа ғылым салаларына да, тарихқа, этнология, этнография, құқық, экономика, демография, экология және тағы басқаларға таралады. Өзекте шеке пәндік әдістеме, кейде пәндік дидактика деп те аталады. Осымен қатар әлеуметтік педагогика, дефектология, коррекциялық педагогика салаларынан тұрады. Қазіргі кезде сіздерге тағы да айта кететін бір жай: бұл пәннен де қазіргі әлемдік тенденциядағы жаңа сала бойынша білім алушылар өз беттерімен ізденіп білім алуға талпынулары керек. Соған байланысты біз сіздерге арнап өзін-өзі бақылауға арналған мынадай сұрақтарды бергіміз келіп отыр. Бірінші, мынандай сұрақ: педагогика нені зерттейді? Екінші, сіздің ойыңызша педагогика ғылымының объектісі болып не саналуы керек?
Үшінші, педагогика қандай міндеттерді шешеді? Төртінші, педагогикалық ғылымдар жүйесін сипаттаңыз. Бесінші, педагогиканың басқа ғылымдармен байланысының негізгі түрлері қандай? Алтыншы, педагогика деген не? Ғылым ба, әлде өнер ме? Жетінші, педагогиканың негізгі категорияларын қарым қатынасы. Сегізінші, педагогика ғылымының қызметтері, теориялық, практикалық және прогностикалық. Тоғызыншы, қазіргі заман мұғалімінен педагогика ғылымы не береді? Осындай өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар бар. Енді осы тақырып бойынша сіздерге педагогика пәні, оның міндеттері мен негізгі ұғымдары бойынша мынадай шығармашылық тапсырмалар беріледі. Бірінші, педагогика пәнінің қарастыратын мәселелеріне талдау жасаңыз. Екінші, педагогика ғылымының даму және оның қазіргі кезеңдегі міндеттерін сипаттаңыз. Педагог ғалымдардың тәрбиеге берген анықтамаларына талдау жасаңыз. Төртінші, педагогика ғылымының дамуында басқа ғылымдарды жүйелеп сипаттаңыз. Бесінші, ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерін анықтап сипаттаңыз. Алтыншы, негізгі ұғымдарға талдау жасаңыз. Жетінші, тақырыпқа арнап 5 сұрақтан тест құрастыру қажет. Осындай мінекей бүгінгі біздің бірінші лекциямыздың тақырыбы бойынша сіздерге арналған мағлұматтар менен өздеріңіз өз беттеріңізбен істейтін тапсырмалардың қорытындысы осындай. Тыңлағандарыңызға рахмет.